бұларды қайтсем болады деген көптеген сұрақтар келіп жатады. Әрине, қарыз адамның күшін азайтатын дүние, басында ауыртады тіпті. Сосын адам шашырайды, бірер нәрсе істейін десе ойы тұрақтаспай, сондай бір қиындықтар болатындығы шындық. Енді бұл сұраққа біз артқа қарай қайтып жауап беріп көрейік. Бұл не деген сөз енді? Сонау 5000 жылдың алдында Бабилон деген бір қала болған. Ол қазіргі Ирактағы Бағдат қаласының қасында. Енді осы Бабилон дүниедегі ең бай, дәулетті қала болған. 200 жылдан астам уақыт сол өңірде өзінің атағыменен әлемге жайылған. 1932 жылы осы Бабилонды Англия ғалымдары құмның астынан тауып алып шыққан. Және сол жерден көптеген бір кірпіштер, және кірпіштердің бетіне жазылған жазулары бар, осындай бір кірпіштер табылған. Алғашында ғалымдар бұны көне арабтардың мың бір түн секілді әңгімелері, хисадастандар шығар деп ойлаған. Сосын бұны Англияға жөткіп, көне жазуды танитын бір ғалымға оқытады ғой. Сонда жаңағы ғалымның көзі жарқ ете түскен. Бұл сонау 5000 жылдың алдындағы бір экономикалық кітап болып шыққан. Енді осы кітаптан мынандай бір әңгіме шыққан: бабылдық түйе сатушы деген. Енді сонда мынандай бір сөз бар: адам аш болған сайын оның ойы айқын болып, астың иісі тіпті де анығырақ шығады дейді. Енді бұл жердегі айтпақшысы, осы Табасар кезінде осы Бабилондағы бір дәулетті семьяның ұлы, өзінің қолында өнері бар, жаңағы дөңгелек дәулеттегі бір адам болғанда, өкініштісі ақшаны дұрыс басқара алмау, орынсыз сән салтанатқа берілу қатарлы себептерден ол өзінің дәулетін таусымен бірлікте, тіпті әйелінен де айырылып, ең соңында қарызға әбден белшесінен батып, Бабилоннан қашып кетеді. Кейін оның өмірі алуан түрлі соқпақтарға ұшырап жүріп, әуелі құл болып шығатын жері бар. Сонда жаңағы өзінің иесі, қожайыны ғой енді, Лира деген ханым болған. Сол адам айтады да: егер сенің жаның құлға тән болса дейді, онда сен осы жерде мәңгілікке қал дейді. Ал егер сенің жаның еркін адамға тән болса, онда сен сол қарыздарыңды қайтарып, өзіңнің жаңағы еркін адам екендігіңді, жаныңның құлға тән емес екендігін дәлелде дейді. Кейін Лираның көмегіменен жаңағы құлдықтан бұл шынында қашып құтылады. Әуелі Бабилонға қайтадан келіп, өзінің қарыздарынан бір талдан құтылып шығады. Кейін ол өзінің қарыз қайтару барыстарын сол саз парақтарға бір талдан жазып қалдырған ғой. Міне бұл кейінгі 5000 жылдан кейінгі бізге де мұра болып отыр. Енді осы жаңағы сөзіміздің басына келетін болсақ, егерде қарыздар болып қалса қайтуымыз керек. Енді бұл турасында көптеген адамның өзіне тән болған дара жолдары бар шығар. Десе де мен бүгін өзімнің тәжірибелерімді және осы бабылдық түйе сатушының тәжірибесі бойынша бұны бір 4-5 жақтан жинақтағым келіп отыр. Біріншісі, қарыз болып қалған кезде мүмкіндіктің барынша адам шашырамау керек. Шашырамау деген нәрсені салмақты болу, өзіңді өзің жоғалтып алмау, немесе өмірден үмітсізденіп кетпеуің, мен осындай қарызбен өтіп кететін ұқсайды өмірім деп жаңағы кей адамдар тіпті өмірден күдер үзіп, өзіне өзі қол салып жататын жағдайларда жоқ емес. Бұдан аулақ болу керек. Неше 100 миллион қарыздар болған жаңағы лолаушы дейміз ғой, атын ұмыта қалдым бірдемде. Сол да қарыздарынан құтылып, осы дойынға шығып бірдеме сатып жүріп тірлігін жалғастырды ғой. Ал екіншісі, адам үнемшіл болу керек. Еврейлерде сөз бар: үнемшілдіктің өзі ақша тапқанмен бірдей дейді. Кей адамдар қарыздар болып жүрсе де, ой, ештеме жоқ, ертеңгі күні бір жөні болатын шығар деп, тағы да жалғасты түрде аспа-төк ысырақшылдығыменен өмір өткізе береді. Бұл дұрыс нәрсе емес. Үшіншісі, адам табанды болу керек. Не нәрсеге табанды болу керек? Жаңағы қарызды қайтару барысында біз белгілі бір жұмысты істейміз. Тұрақты түрде өзіміздің осы істеп отырған жұмысымызға табанды болуымыз. Сауда болса саудамызға, қызмет болса қызметімізге табанды болып, қарыз қайтарудың жоспарын жасау арқылы бір талдан қайтаруға болады. Мүмкін 1 жылда, 2 жылда, тіпті 3-4 жылда қайтаратын шығарсыз. Бірақ осы барыста сіз көптеген тәжірибе жинайсыз және ең алдыменен жаңағы қарыздан құтылып өзіңізді бірқатар жеңілдетесіз. Өмір әлі де ары қарай жалғасады. Ал төртіншісі, адам албаты қаржы қоспау керек. Біз осы қарыздар болған сайын бізге оңай ақша табылатын жолдар көбірек кездесе береді. Сіздер бұны байқайсыздар ма? Анау да оңай секілді, мынау да оңай секілді деп сондай дүниелер сізге кездеседі, алдамшы дүниелер алдыңыздан шығады. Дәл осы тұста албаты қаржы қосуға ұрынбау керек. Өйткені бұндай кезде адамдар жаңағы мен осыдан бір жол тауып қаламын дейді дағы, тағы да бір жаңа қарыз алады дағы, жаңағы жұмыс істеп, қайтеді оған қаржы қосады. Сөйтіп, одан да ұрынып қалатын жағдайлар шығып жатады.
ал бесіншісіне жаңа айттым, жалғасты түрде қарыз алуды тоқтату керек. Бір орды бір орымен жабудың ешқандай қажеті жоқ. Керісінше қарыз алуды сол жерден тоқтатып, қарыз қайтарудың жоба жоспарларын жасап, алдымен жоғары өсімді қарызды қайтару, одан кейін төмен өсімді қарызды қайтару, ең соңында асықпайтын қарыздарды қайтару сынды осындай жобаларменен бір талдан бұл жолдан шығуға болады, достар. Жақсы, ендеше енді алдағы күндерде біз осы жаңағы бабылдағы түйе сатушыны негіз еткен осы бір Бабилондағы ең бай адам сынды кітаппенен ортақтассам деген жоспарым бар. Бұл бір керемет кітап, өте керемет ақылияға, өте керемет ақиқатқа, тіпті өмірдегі шын мәнінде қолдануға болатын тәжірибелерге толы кітап. Құрметті достар, алда біз осы кітаппенен бір қатар танысып шығайық. Жақсы, егер де кескін ұнап жатқан болса, достарыңызға жолдап қоюды ешқашан ұмытпаңыздар. 记得关注再走哦。